рет жатып шықтық, больницада кетеді, үйге шықса қайтадан шығып кетеді. Қазір біз ем алып жатқанбыз, баланың қанын тазаладық. Диагноз қандай сіздерде? Не дейсіз? Диагноз қандай? Диагноз бізде осындай пищевой аллергия. Сүт ішпеймін, жұмыртқа жемеймін, сол қазіргі көбейіп кетті ғой. Қанын тазаладық қазір. Бір курстан өтті, қазір Құдайға шүкір жақсы. Жайлап жұмыртқа беріп жатыр, жайлап сүт. Оның бәрін ішіп жатыр, қазір ондай асқыну жоқ. Жаңа апайымыз айтқандағыдай бөлменің бәрін тазалап шығамын, сүртіп, бүкіл аллергияны қоздыратын заттардың бәрін, оның бәрін біз істедік, нәтиже болған жоқ. Диетаны да ұстадық, бәрін көрдік, ол жалғыз ол әсер етпейді. В общем, қан тазалағаннан кейін бар біз қазір Құдайға шүкір бірінші. Түсінікті. Жақсы. Рахмет пікіріңізге, кеңесіңізге.